Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Оған қант қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын жылы сүтті құямыз. Шым-шым тұз қосамыз. Және алдын ала електен өткізілген ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырға сұйық майымызды қосамыз. Осылайша ожаумен сапыратын болсаңыздар, түбіндегі қою жақсы араласатын болады. Қызып тұрған табамызды майлап, бір-біреулеп құймақтарымызды пісіріп аламыз. Отымыз орташа болсын. Құймақтар тез пісетін болғандықтан, осылай бақылап жан-жағын көтеріп, екінші бетіне аударсаңыз болады. Құймақтарымыз дайын, ас болсын, және менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.